Всем привет, қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі 22 наурыз мерекесі құтты болсын. Бүгін бір необычный видео жасайын деп жатырмыз. Күнде күнара ораза туралы 7 сұраққа сұрақ жауап жасап жатырмын ғой. Пайдасы тиіп жатыр ма, тиіп жатса комментарияға жазып қойыңыздар. Қуаныштымын. Әлі алда тағы да сұрақ жауаптар бар. Түсіремін. Бүгін менің косметичкам осында, ішінде не бар екен, бірге көреміз, сосын боянамыз. Иә. Мен күнде көп үйден шықпайтын болғаннан кейін сумканың ішінде не бар деп жатады ғой обычно, менде сумка ішінде ештеңе жоқ, менде бәрі косметичкада. Мен бір жаққа шыққан кезде сумкама памперс салып аламын, влажный салфетка салып аламын, запас киім салып аламын деген сияқты. Ал кеттік, көбіңмен қоямыз косметичканы. Ашып бастаймыз, иә. Сіз ашып қойдық. Так, мынандай зат бар. Бұл не десеңдер? Бұл айна. Бұл айна. Сосын қазақша образ жасаймыз бүгін. Қазақша сырға. Наурыз болғаннан кейін бірге распаковка жасайық. Қазақша сырға тағып, мерекені сезініп, настроением көтерейін дедім. Мынандай. Қазақша сырға. Қазір таққан кезде қалай болады, көрсем қазір. Міне. Мама алды көрсетіңіз. Вау. Алды кістік. Мұны былай тағып аламыз. Ол балсаға ғана. Биыл мектепте қазақша апталық деп жаңағыдай қазақша жилетка сырға тағып қыздар. Неше түрлі болып жатыр ғой, бәрі киіп мұғалімдер де қандай күшті. Әйтеуір. Тек қана наурызда емес, былай повседневный күнде де қазақша киетін болған. Сол заң дұрыс заң болды. Давай. Жеңіл десең де ұшады. Қуаңда саңғырып миыңды ашытып жүреді. Так, менің распаковка жасаған любимыйыма айналған кушоның крем повседневный. Негізі бұл улитканың кремі. Білмеймін, сырты қайда? Сырты жоқ, короче, балашаға жуып тастаған ба, или өзім жуып тастаған ба. Барлық жерге. Сен жуып тастағансың ба? Аяқта ақпен мен жуып тастағам дейді. Мынау кішкентай тюбиктегі хит крем, қолға жағатын. Мынау персик иісімен пончик дейтін. Бұны қазір кушон келгелі пайдаланып жатқан жоқпын. Соның тоналкасы болған, Max Factor ма? Қалай еді? Соныкі болған. Бұны да негізі көп пайдаланған жоқпын. Мне кажется, мынау оригинал емес өйткені жақ болған соң бетін құрғап кете ма бірдеңке. Так что ол қалды жайында. Victoria's Secrets. Для тела спрей. Как парфюм духи ретінде жүреді. Жазда әдемі иіс шығып жүрсін деп. Мұнда карточка удостоверения. Для бровей. Мынау пайдаланбайтын білім қалды ғой десе. Басым айыз кететін. Қас жоқ қой, мынандай қас жасатып алғанбыз. Сол беті жүр, тарайтын қас жоқ менде. Кисточка, мынандай. Бұл мен тен жағам, мен бұрын қасын боядым. Сосын қазір қас боямайтын болған кейін бұл мен тен жағатын болып кетті. Тен жағатын кисточка жоқ, тағы балашаға ойнап тастаған. Қайшы, бұл білмеймін, жағып жүр әйтеуір косметичканың ішінде. Сосын менің любимый для губ. Қымбат та емес, әрі күшті, ерінге жаққан кезде тұрады, сапасы да не. Қазір бояп көрсетемін. Осындай карандаш. Номері 04. Мынау для бровей болған, мен әбден пайдаланғам ғой. Сол қас жасатқалы. Бұл да қызмет көрсетіп жатқан жоқ. Сосын мынандай крем, ішінде парфюмный запахпен бар, мойныңа жақып қоясың. Күшті иісі шығып тұрады. Қазір кремдерге де қосып тастайтын болып осындай. Кико помада. 07. Мне кажется, цветі ашық, яркий ма, білмеймін, енді көтім келе жатқан соң осылай болсын дедім. Қазір бояғанда қалай шығатынын көрсетемін. Туш. Mary Kay. Mary Kayға реклама кеткізесің. Күшті прям. Неше жыл болды, әлі жүрмін. Сестренкам подарок еткен. Бетінде жағып, сылайсың деп. Өзі кішкентай, малюсенький. Әлі пайдаланған жоқ. Бір рет пайдаланып жүрді, түсінбедім, эффекті тағы бір рет көру керек. Сосын пиццет. Бұмен қашылатын едім. Қазір қашылмайтын болдым. Ал кеттік. Амандасып. В общем, таныстырып біттік. Ішінде не бар екен барлығын көрсеттік. Сосын бір менің тенімді ұмытып кеттім ғой, көрсетемін деп тенім бар. Эфирде мен, сосын менің екі қызым косметика десе алдына жан салмайтын күтіп отыр, сайланып отыр ғой мына жерде, боянамыз деп. Тен мынандай. Что-то анау әлі бір майлы ұшып кетпейді болса, и ақберен. Давайте мынандай ойын ойнаймыз. Мына жағын балауса бояйды, мен бетімнің мына жағын ақберен бояндырады, мен Мама, мен балсаны бояйын. жоқ, жүктерге бояуға болмайды жоқ. Жоқ, балсаны бояйын да. Қазір біз күте тұрайық жоқ. Балса бояйын. Давай бұл. Міне ақберен түсін ба, бетін мына жағын сен бояйсың. Мына жағын балса бояйды. Давайте. Не қандай? Мен неде отырмын ғой? Салон красотада отырмын ғой мен. Салон красотада отырмын. Мені екі қыз бояндырып жатыр. Я. Мынау мен жігітім күтіп тұр, мен Айшоқ деген. Қазір алып кетеді мені Айшоға. Кафеге апарасың ба, Айшоқ кафеге? Я мен де маманы кафеге апарам. Қанша теңіз санап тұрам. Басқа кафеге апарады. Қайшы керек жоқ. Бізде қайшы керек жоқ, қайшының. Ақберен шекем, аппаратура шекем. Что-то мен көзім жұмып отырамын ғой деймін. Бетім жүгіріп алып. Сәл басын қисайтайын. Мына мастер. Ақберен сен өлтірдің ғой. Мынандай не? Көрсі бе?
Так, шекем өзі. Шекем жалтырап кетті ғой вообще. Ақберен. Шекем қатты жалтырап кетті ғой. Ақберенге шекем. Мен Ақберенге кішкене мә, саған көп жағып жібердім, мен шекем деген прям жалтырап жатыр ғой. Мен болды. Жарайды, мен көмектесейін. Давай болды. Келесі тағы немен бояйды Ақберен? Мен сізді бояймын. Жоқ, мені бояндырыңдар Ақберен бірінші. Мен Сосын Мені неге алып қойғансың да? міне тең жағы. Қайсымен бояң келе, сонымен боя. Бұл баласа тапсырды ғой, көз бояды, давайте. Мен қайтпай. Енді мен. Мен сендер орындықтарына отырған жаман тене. Ақберен. Сен. Мен идемші. Жаман шықты. Сендердің қолдарына. Өте. Так, баласа ернімді бояды, Ақберен көзімді бояды. Ақберен күшін әсірес отыр ма? Баласа екінші көзін бояйын деді. Қандай мен бояйын ба? Масқара, не болды мынау? Бір көзімнен ұлдарағандай болды. Қазір мен айнадан көргенде өз-өзімді қарап таң қалып жатпайын. Камерада онша көрініп тұр десең. Әкел, Ақберен ашылмайды помадан, Ақберенге ашып береді. Бұл ма? Енді помада жағасың ба? Аты мен алып жоқ. Мен сізді бояйын ба? Қашықты бұлар әлмейді, тушпен бояған жоқ, е? Ал достар, боянып болдық. Бетін тазалап келдім, жақсылап қыздарын бояғанын. Қазір бүгін 22 наурызға орай өзім бір кішігірім неге для настроения бірден жасап алайын, е? Әрі боянып, кремнің эффектісі бар. Сондықтан крем жақпаймын. Мынау без фильтра, ештеңкесіз өзімнің бетім осылай. Фильтрсіз, тоналкасыз ештеңкесіз өзім бетіме. Ялп, фильтр қолданатым. Неге аламын, Құдайдың берген тұрғай, жүр, Құдайға шүкір, мұрын бар, ауыз бар, көз бар. Не керек енді бұдан артық? Оның несін? Ресторан. Міне. Бірінші этап. Кушоннан бастадым. Естеген керемет енді бар ғой. Өзім жақсы көремін, басымен. Махаббат майын алып, махаббатыма. Оразада боянап, сланып жатыр ғой демеңіздер. Енді ораза болса да, бүгін 22 наурыз. Праздник, кішкене праздничный настроение жасайын деп жатыр. Наурыз көже жасап жатырмын, анда неміз жаңағы ақ жүгері, сары жүгеріміз пісіп жатыр. Әдемі болып. Мынаны қазір жақсылап қойбай. Нетті керек. Көзімізді бай салайшы. Бірдей болып тұрсын бәрі. Ешқандай. Нет жаңа. Құдай, әні ұмытып қалдым. Ешқандай ненің несін оқымағанмын, боянудың курсын оқымаған өзім. Әйтеуір өйстіп примерно алып бояна беремін ғой мен. Бетімді көп боямаймын, өйстіп оқта-текте ғана боянам. Өйткені бұның барлығы лишний раз кожаға зиян. Бұл бет не көрмейді, баяғы ыстықты да көреді, суықты да көреді, оны аламыз да бұршылдап бояймыз, бұршықтың шығар. Негізі ең мықты адамның денесіндегі тері осы негізі беттің терісі екен ғой. Нәзік деп жатады, ешқандай нәзік емес. Жаңа ішінде парфюмі бар. Мынандай тюбікті кремдерім ғой. Көп жақпаймын мен. Иісі енді вообще күшті. Былай. Мойын маған жағып, мойнымды боямаймын ғой. Мойным ренжіп қалмасын деп, осын жағып қоямын. Бұл чисто лайфстайл видео болды ғой. Қазір шығарып кетем ғой, алдын тапсам комментарийді жазған маған адамдар. Чем былай өзіңіздің даусыңызбен оқып отырғаннан қарағанда, сізге лайфстайл күшті жарасады екен, өзіңіз шығарып тұрыңызшы деген сияқты қыздардан бір комментарий келді маған. Сосын ойланып қалдым, ал неге жасамасқа деп. Так, ендігі этап бізде не істейміз, көзімізді бояйық. Ой. Бисмилля. Көзімізді темен бояйық. Осы тень дұрыс болмай тұр менің бар ғой. Бір майлы, прям нормально тен алу арман болды. Бір-екі жерге заказ беріп қойдым мен өзімше. Білмеймін, ол кісілер әкеледі ма, әкелмейді ма? Қазір алдынан ақшасын бермесең ешкім қозғалмайтын заман ғой енді. Так. Көзімізді қандай түспен бояймыз? Көзімізді. Көрмей ма? Осындай цветпен ақырын ғана бояп қоямыз. Бұл тень қатты рөл ойнамайды, потому что бұл қазір ұшып кетеді. Білмеймін қайда кетіп қалатын, жоқ болып кетеді әйтеуір. Өшіп қалады, короче, ұстамасаң да нетпесең де, негізі сол тень дұрыс болмай тұр. Или совсем арзандық тень ба, что-то не пойму. Қалай тень? Еще ішінде повседневный. Ой, типа, нюдовый дейма, сондай сияқты оттенктер жоқ екен. Осындай тойские нелер ғой, сеттер ғой ішінде. Мен ана нелер көріп, ойбай демеңіздер. Сам себе визажист, мейкап жасайтын кісілер көріп. Бұл чисто домашний вайп қой, өзім деген видео ол. Өзім боянып, өзіме ғашық болып қарап отырдым видео. Енді үйде отырып, ешқайда шықпайтын болғаннан кейін боянбайсың да, прям нетпейсің де, сондай болып кеттім да өзім. Сонымен қой құрсын дедім, бұл отырыс жарамайды. Бүгін ертең Марекейдің тушын жайын деп жатырмын. Бүгін ертең жұмысқа шыққанды күтіп отыра бермей, үйде отырып та
хотя бы праздничный күндер әдемі болып жүрейік. Мынау душтайына қарап жақпасам бөлмейді. Детка, голову убери, пожалуйста, мешаешь. Мына қыз өтірсең осы ғой. Қыз өтірсең осы ғой, затың тұрмайды. Затыңда қолдық кетеді қыздар. Баяғы апалар ұқсап сандық алып, сандыққа салып, құлттап, кетім акайма тығып жүрем ба, білмеймін. Бұлар деген тұш жатқан адамдар бар дедім. Дейтін ше. Етпеймін мен. Мен айстап бүйтіп жерге қарап тұрам да. Жоғары қарап. Қояйым. Вроде нормально. Вроде нормально. Так, біз қасымызды боямаймыз, көзімізді боядық. Еді? Карандаш. Мынау күшті, бірақ майлы, тісіңе шыққырламайды. Әдемі. Карандаш. Ерімізді бояймыз. Слегка ғой, андай не дейді жаңағы? Контур бірдеңе, шірдеңе деп атады ғой енді. Мұнда макияж жоқ құрсын. Қош. Совсем әдем болып кетті жүрем десең, маған осы да пойдет. Таңның кешке дейін бет ауыз сылап-сипап отыра беретін уақыт жоқ. Бала-шаға бар, үйіміздің тіршілігі бар, ютубым бар. Шүкір, әрбір көріп жатқан адамдар сіздерге мыңда бір рахмет осы мерекеде. Алғыс айтам. Алғыс айту күн емес, бірақ алғыс айтам, рахмет айтам. Әрқайсыңызға комментарий жазып, уақыттарыңызды бөліп, менің каналымның өсуіне септіктеріңіз тигізіп жатқандарыңызға, тіркеліп жатқандарыңызға қарап отырып қуанамын күнде. Адамдар тіркеліп, лайк басып, колокольчик басып жатыр, менің келесі видеоларымды жоғалтып алмас үшін қарау үшін әрбіріңізге мың алғыс, рахмет. Мына видеода даусым жай шығып жатыр, кешірім сұраймын. Кішкене шыдаңыздар, микрофон аламын да жеріме қыстырып алатын петелькашы, соған тегін жете алмай жатырмын, ыңғайы келмей жатыр да ситуацияны. Соны алсам, даусым анық шығатын болады. Жаңағы Кикон помадасы келесі этап. Естедік. Көзімізді боядық, ернімізді боядық, бетімізді боядық. Мынаны сеуіп алайық, смысле. Күшті ешіп жүрдім. Негіз бүйтіп, теп шуматын әдетім бар десем. Соны бүйтіп жасамадық қой? Ақбел саны ішпеймін бе? Ой, Болды ақпен көзім қатты бояп жүрдім. Қазақша сырғаларымыз. Енді шашыңды шешіп, шашыңа прическа жасамадың ғой демеңіздер. Наурыз көже істеп жатырмын ана жақта, қазір тағы да бір екі выпечка жасаймын. Сондықтан шашымды шешпеймін, өйткені бала еміземін, оның қазір нағыз қылығы шығып жатқан кездер. Жасыратыным жоқ, шашым страшно түсіп жатыр меніңше. Сондықтан түсіп те жатыр, сосын шығып та жатыр, мына жақта антенналар бар, былай связьдарым. Сондықтан шашымды орамалдың астында қалдырдым. Қазақи келін, домашняя мама деген образ болды ғой. Yoqsa өзіне ғашық болып отыратын адамдар бар ма? Сол, ал баршаңызға рахмет, менімен болғандарыңызға соңына дейін. Каналға тіркеліп, лайк басып, подписаться етіп, колокольчикті басып қойыңыздар. Менің келесі оразаға қатысты әлі алда сұрақ жауаптар бар, видео соны өткізіп алмас үшін, менің видеоларымды өткізіп алмас үшін. Менімен бірге болыңыздар. Комментарийға өз ойларыңызды жазыңыздар. Тағы маған қандай косметика керек, не жетіспей жатыр, әйел адамдар, қыз келіншектер көріп отырсыздар ғой, жазып кетіңіздер. Менімен кері байланыста болсаңыздар, өте қуанамын. Сол. Барлықтарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.